Қайырлы күн достар, мені қуанышты күндердің бірі, мынау менің жанымда Әділет мырза. Әділет мырза бізде 11-ші керуенде оқыған жігіттердің бірі. Жас демей өзі қазір міне көп адамдарға үлгі болып, кәсіп жасап, басынан бастап, ағай қалай жасаймын деп сұрақ қойып, көптеген енді бізден көп адамдар білгісі келеді, сіздерде кім оқыды, қазір қандай кәсіп жасап жатыр, сол туралы ақпараттар білгісі келеді. Соның себептен біз Әділет мырзаның өзінен сұрайық. Әділет, қалай болды, қалай оқыдың, қандай табысқа жетіп жатсың деген сияқты айтып жіберсеңіз ойыңызды. Саламатсыздар ма? Менің есімім Әділет, 11-ші керуеннің түлегімін. Ең бірінші Арман ағаның YouTube каналынан случайно көріп қалдым. Сол сәттен басталды. Келіп оқуға келдім. Оқуда алған пайдам өзіме білімім өте көп. Сол ең бірінші заказ сол оқуды бітірмей тұрып, сол кезде 30 мың көлемінде 3D ручка берген болатын, әлі есімде. Соның өзі 3D ручканы өзі ақтап, полностью, то есть одан бір 30 мыңдай пайда келді. Сосын ол келген ақшаны біртіндеп көбейте бастадым да, үздіксіз заказ бере бердім. Сосын қазір таңда 300 мың, 500 мың арасында көлемде таза пайда алып отырмын. Және апта сайын заказ беріп жатырмын. Әділет, мен естіп отырмын, сенде көп миллионға да береді дейді. Миллион 200-ге де берген сәттерім болды. Енді орта есеппен қазіргі таңға дейін қанша табыс таптың орта есеппен? Табысы барлығын есептейтін болса, орта есеппен сол 500 мың мен миллионның арасында. Мені көрдіңіздер ме? Бізде оқыған кісілер тек қана курсының ақшасын ғана ақтап қоймай, міне миллион, бұл әшін қарап отырсаңыз жарты жылдың арасындағы әңгіме. Біздің ерекшелігіміз курста оқыған кісілер бізбен бірге мәңгі бақи қалады, бірге міне әлі де жұмыс істеп жатырмыз, кей кезде қателіктер де болып жатыр, дұрыс па? Сондай нәрселердің бәрін біз бірге шешіп отырамыз. Бұл жас болса да міне кәсіпті жастап жүрген кісілердің бірі. Және ерекше нәрсе, көп адамдар сұрақ қояды, қандай кәсіппен айналысамын, немен айналысамын деген сияқты. Біздің негізгі мақсатымыз, мысалы, көп адамдар айтады, ойбай миллион баста, анау баста, мынау баста дейді. Міне жай ғана 30 мың теңгемен кәсіп бастап, қазір уже 500 мың, 1 миллион теңгенің көлемінде. Сол себептен міне жастар болса баспап жүрген Әділет мырзадан үлгі алыңыздар, және де біздің командаға қосылыңыздар. Не қосасыз Әділет мырзаға? Арман аға, сізге алғысым шексіз. Менде шексіз. Оқып, білім алып, осы Қытайдың таза прибыльдің жері екенін білдім. Және де осы алдағы уақытта, Құдай қаласа, сіздермен жұмыс істеп, сіздің командаңыздың арқасында, сіздің арқаңызда табысымызды да өсіре берейік деп армандаймын. Деп сөз беремін. Сөз беремін. Ал, сәттілік саған. Рахмет, сәттілік үлкен. Сіздер де бізбен бірге болыңыздар.